Қайырлы күн достар, мен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін асқабақты сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен асқабақтарымызды духовкаға салып пісіріп аламыз. Сол піскенше салмасын дайындаймыз. Біз екі түрлі салма дайындаймыз. Біріншісіне 2 жұмыртқа, оның үстінен айран немесе йогурт, қант саламыз. Оның үстінен ванилинный сахар қосамыз, және де сүзбемізді саламыз. Менде сүзбе 400 грамдық сүзбені салып болған соң, үстінен 3 ас қасық ұн саламыз. Ұнымызды салып болған соң, бетін жауып, блендермен айналдырып аламыз. Яғни бұл бірінші салмасы. Блендердің көмегімен айналдырып, араластырып аламыз. Енді екінші салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Оның үстінен қантымызды қосамыз. Оның үстінен 1 лимон цедрасы, яғни лимонның сыртын қосамыз. Оның үстінен жаңағы піскен асқабағымызды салып, болғаннан кейін үстінен ұн қосамыз. 3 ас қасық ұн салып, блендердің көмегімен бұны да айналдырып аламыз. Біркелкі масса болғанша ақырынан бастап жақсылап араластырып аласыздар. Енді формамызды дайындаймыз. Формамыздың астын және жан жағын біркелкі етіп майлап аласыздар. Одан кейін салмамызды бір-бірден 2 ас қасықтан кезекпе-кезек құйып шығамыз. Сол кезде біздің формамыз өте ерекше, зебра тәрізді әдемі болып шығатын болады. Барлығын 2 ас қасықтан құйып аласыздар. Құйып болғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пешке салып 50 минут пісіріп аласыздар. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Пирогымыз суығаннан кейін ғана формасынан босатасыздар. Қазір бұл ыстық күйінде. Пирогымыз суығаннан кейін енді кесеміз. Кесіп үйіңдегілеріңізге ұсынсаңыздар болады. Пирог өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер асқабақты ұнатсаңыздар, бұл пирог сіздерге міндетті түрде ұнайды. Бірақ пирогтан ешқандай да асқабақтың дәмі сезілмейді. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте көптеген рецепттермен бөлісемін.